Түркістан қаласының әкімі Нұрбол Тұрашбеков өңірлік коммуникациялар қызметінде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кезекті кездесуін өткізіп, қалада атқарылған жұмыстар мен жоспарлар туралы баяндады. Қала басшысының сөзінше, Түркістанның жалпы өңірлік өнім көлемі өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда айтарлықтай өскен. Жалпы өңірлік өнім қаңтар-наурыз айында 47 миллиард теңгеге асып, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 5,6%-ға артып отыр. Өнеркәсіп және кәсіпкерлік саласы өңірдің экономикасын дамуын айқындайтын басты сала болып келеді. Бұл салада да өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 1,9%-ға асып отыр. Сонымен бірге қаламызда индустриялық аймақ құрылған. Бүгінгі таңда 23 жоба индустриялық аймақта орналасқан, оның 17-сі іске асып, 1922 жұмыс орнымен қамтылып отыр. Бұдан бөлек жиында инженерлік инфрақұрылым мен қамту жұмыстары, қоғамдық көлік мәселесі, тұрғын үй құрылысы мен облыс орталығын рухани астанаға айналдыру бастамалары да сөз болды. 98% газмен қамтамасыз етілді, 2% қалып отыр, ол 797 абонент. Біз оны алдағы осы үстіміздегі жылы біршама жұмыстар атқаратын боламыз. Жылумен қамтамасыз ету мәселесінде қазіргі жылу құбырларының тозу деңгейі 79%-дан 30%-ға түсірдік. Келер жылдың соңына дейін тозу деңгейін 10%-ға түсіру жоспарлануда. Өздеріңіз білесіздер, әкімшілік іскерлік орталығындағы 7 қабатты, 9 қабатты үйлерде бізде табиғи газбен қамтамасыз етіліп отыр, коаксиалды трубалармен бірге, ал 12 қабаттыларда бізде автономды жылу беру орталықтары және қаланың ішіндегі бірінші, екінші өңірдегі аудандағы біздің жылумен қамтамасыз етуде. Бұл газбен жасалынады, газбен беріледі. Себепті бұл жылу қазандықтарда біршама жұмыстар жасалған. Жол саласына келетін болсақ, өкінішке орай қаланың ішінде біршама жұмыстарды атқаруымыз қажет. Жалпы 845 шақырымды құрайтын 875 көшеміз бар. Өкінішке орай 39-да 5% қанағатты жағдайда. Одан бөлек біздегі топырақ жолдарымызды бірінші кезекте тас төсеу жұмыстарын жүргізуіміз қажет. Жалпы өткен жылдан бері 260 шақырым болатын. Бүгінгі таңда 94 шақырым қалып отыр. Біз оны қыркүйек айының соңына дейін толыққанды аяқтаймыз деген жоспарымыз бар. Брифинг соңы сұрақ-жауап форматында жалғасын тапты. Журналистер шаһар басшысына сауалдарын қойып жауабын алды. Сонымен қатар алдағы уақытта бірлесе жұмыс істеуге уағдаласты.